Функцияның нүктедегі шегі тақырыбындағы 12-де 6-шы есеп. Егер есеп сізге қажет болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. 12-де 6-шы есепте берілген y-тен x тан f функциясының x ұмтылғанда x0-ге шегін табыңдар деп бізге 8 есеп берілген. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е. Және әрқайсысының функцияның астында ұмтылатын шегі көрсетілген. 12-де 6-шы есептің А жағдайында берілгені бізге x ұмтылғанда x0-дегі мән функцияның шегін анықтауымыз қажет. Ол үшін берілген жазыламыз лимит x ұмтылады 2-ке x тан f функциясы, x тан f функциясына берілген функцияны жазып аламын. Сонда лимит x ұмтылады 2-ке бөлшектің алымында 2x минус x квадрат бөлімде x минус 2 ортақ көбейтші жақшаны сатына шығаруды орындап берілген функцияны алым түрлендіреміз. Сонда лимит x ұмтылады 2-ке ортақ көбейткіш x және x шығарып жіберсем 2 минус x қалады. Бізде бөлшектің бөлімде x минус 2-ке келтіру үшін орындарын алмасаны және сонымен қатар минус таңбасын жақшаның алдына шығарып жібереміз. Сонда минус x жақшаның ішінде x минус 2 бөлімде x минус 2. Осы жерде алымдағы жақшаның ішіндегі x минус 2 мен бөлімдегі x минус 2 қысқарады да функцияның орнында лимит x ұмтылады 2-ке минус x қалады. Және x-ның орнына x ұмтылғандағы санды қоятын болсақ, минус 2-ге тең. Олай болса берілген функцияның шегі минус 2-ке тең болды. Әр жағдайында берілген бізге лимит x тан f-тен x ұмтылады минус 1-ге. x тан f функциясының орнына бізде берілген функциямыз бөлшек түрінде беріліп тұр. Орнына қоямыз. Лимит x ұмтылады минус 1-ге. Алымында 3x квадрат қосылған 2x минус 1 бөлімде x қосу 1. Осы алымын бөлшектің алымдағы 3 мүшені 0-ге теңестіре отырып квадрат теңдеу түріне келтіреміз және оны көбейткі жіктеу әдісін қолданамыз. Сонда біз оны 0-ге теңестіріп квадрат теңдеудің түбірлерін табатын болсақ, бірінші түбір бізде минус 1-ге шығады. Мен төменгі жағына қарамен жазып қойдым. X екінші түбір 3-тен 1-ге шығады. Және жіктеу қолданамыз. 3 мүшені көбейткі жіктеуді қолданатын болсақ, 3x квадрат қосылған 2x минус 1 тең 3. Бұл жерде аны орында тұр шығарып жібереміз жақшаның сатына. Сонда x минус 3-тен 1, екінші жақшада x қосылған 1. Осыны бөлшектің алымына апарып жазамыз. Сонда бөлімде x қосылған 1. Осы жерден бөлшектің алымындағы x қосылған 1 мен бөлшектің бөлімдегі x қосылған 1 екеуі қысқарып кетеді. Сонда функцияның орнында қалады 3 жақшаның ішінде x минус 3-тен 1. Осыны апарып шегін табамыз. Сонда лимит x ұмтылады минус 1-ге 3 жақшаның ішінде x минус 3-тен 1. Жақшаны ашып көбейтеміз. Сонда лимит x ұмтылады минус 1-ге 3-ті x көбейтсем 3x минус 3-тен 1 3 көбейтсем 1 қалады. Орнына апарып минус 1-ді қоямыз. Сонда 3 көбілген минус 1 минус 1. 3-ті минус 1 көбейтсем минус 3 және минус 1. Бұл жерде минус 4-те береді. Онда берілген функциямыздың x минус 1-ге ұмтылған кездегі шегі минус 4 деген санға тең екен. Бұл жағдайында берілген лимит x ұмтылады 3-ке x тан f. x тан f функциямыз бізде берілген бөлшек түрінде беріліп тұр. Сондықтан да жазып аламыз. Лимит x ұмтылады минус 3-ке x ұмтылады 3-ке бөлшектің алымында x-тің 3 дәрежесі минус 27 бөлімде x минус 3. x-тің 3 дәрежесі минус 27 бізде қысқаша көбейту формуласына келеді. Сондықтан біз тағы да бөлшектің алымын түрлендіру орындаймыз. Сонда оның орнына x-тің 3 дәрежесі минус 27-нің орнына былай жазып аламыз. Жақша x минус 3, жақша жабылған екінші жақшада x квадрат қосылған 3x қосу 9 бөлімінде x минус 3 бар. Осы жерден біз түрлендіру орындай отырып қысқартуды орындаймыз. Алымдағы x минус 3 пен бөлімдегі x минус 3 бізде қысқарып кетеді. Орында 1 қалды. Сонда лимит x ұмтылады 3-ке біздің қалған функцияның орнында x квадрат қосылған 3x қосу 9. Олай болса, осы функциядағы x айнымалының орнына 3-ті қоятын болсақ, 3-тің квадраты қосылған 3 көбейту 3 қосылған 9 бізге 27 деген санды береді екен. Онда біздің функциямыздың шегі 3-ке ұмтылған кездегі 27 деген санға тең болды. Бұл жағдайында лимит x ұмтылғанда 2-ке x тан f функцияның бұл жағдайда да бөлшек күйінде берілген. Лимит x ұмтылады 2-ке
алымында x квадрат минус 4 бөлімде x-тің 4 дәрежесі минус 16. Бұл жағдайда тағы да бөлшектің бөлімін түрлендіреміз. Алымын өзгертпей сол қалпында жазамыз. Лимит x ұмтылады 2-ке алымда x квадрат минус 4 және x-тің 4 дәрежесі минус 16 дегенді қысқаша көбейту формуласы бойынша екі жақшаға жіктейміз. Оның біреуі x квадрат минус 4, екінші x квадрат қосу 4. Осы кезде алымында тұрған x квадрат минус 4 пен бөліміндегі x минус 4 бізде қысқарып кетеді. Бөлімде x квадрат қосылған 4 қалды. Сонда лимит x ұмтылады 2-ке. Бізде функциямыз орнында 1 бөлінген x квадрат қосу 4 қалды. Олай болса, x айнымалының орнына шектің мәнін қоятын болсақ, x ұмтылғандағы 2-ге 2-нің мәнін қоямыз. Сонда 1 бөлінген 2-нің квадрат қосылған 4. 2-нің квадраты 4, 4-ке 4 қоссам 8, сонда 8-ден 1 деген сан шықты. Олай болса, біздің x 2-ке ұмтылған кездегі функцияның шегі 8-ден 1-ге тең екен. К жағдайында бізге берілген функцияның шегін табу үшін лимит x ұмтылады 1-ге x-тан f. x-тан f-тің орнына алып барып, біз функцияның қоямыз. Лимит x ұмтылады 1-ге біздің функциямыздың бөлшек күйінде берілген алымда x квадрат қосу 2x минус 3 бөлімде x квадрат минус 5x қосу 4. Бұл жағдайда алымында да бөлімінде де квадрат 3 мүше тұр. Квадрат 3 мүше болғандықтан оларды түрлендіруді біз орындаймыз. Түрлендіре отырып, оларды 2 көбейткіш ретінде алуымыз керек. Сондықтан да біз алымын астына қара жазумен мен жазып қойдым. Алымын квадрат 3 мүше 0-ге теңестіре отырып, квадрат теңдеу түрінде келтіреміз және дискриминантын тапқан кезде оның түбірлері x бірінші түбірі минус 3-ке, екінші түбірі 1-ге тең болды. Олай болса, 3 мүшені көбейтке жіктеу әдісін қолдана отырып, жазамыз x квадрат қосылған 2x минус 3 тең болды x минус 1-ге бірінші шақшада, екінші шақшада x қосылған 3-ке. Дәл осылай етіп, бөліміндегі x квадрат минус 5x қосу 4 деген квадрат 3 мүшені 0-ге теңестіре отырып, олардың да квадрат теңдеу түріне келтіргеннен кейін түбірлерін табамыз. Бірінші түбір 1, екінші түбір 4-ке тең болды. Және осы квадрат 3 мүшені көбейтке жіктеу әдісін қолданамыз. Сонда x квадрат минус 5x қосу 4 тең болды. Бірінші шақшада x минус 1 көбейтілген екінші шақшада x минус 4. Осы көбейтке жіктеген мәндерін апарып функциядағы квадрат 3 мүшенің орнына қоямыз. Сонда лимит x ұмтылады 1-ге алымында жақша x минус 1 көбейтілген екінші шақшада x қосу 3 бөлімінде x минус 1 көбейтілген екінші шақшада x минус 4. Осы кезде алымдағы x минус 1 мен бөлімдегі x минус 1 шақшалар бізде қысқарып кетеді да, орнында қалды лимит x ұмтылады 1-ге x қосу 3 алымда x минус 4 бөлімінде. Орнына x-тің орнына 1-ге ұмтылғандағы мәнін қоямыз. Сонда 1 қосылған 3 алымда бөлімде 1 минус 4. Алымында 4 шықты, бөлімінде минус 3 шықты. Сонда біздің функциямыздың x 1-ге ұмтылған кездегі шегі минус 3-тен 4 деген санға тең болды. Қ жағдайында лимит x ұмтылады минус 3-тен 2-ке x-тан f функциясы. x-тан f функциясы бұл жағдайда да бөлшек күйінде берілген және олардың алымында да бөлімдегі квадрат 3 мүше берілген. Сондықтан да жазамыз лимит x ұмтылады минус 3-тен 2-ке алымда 3x квадрат минус 4x минус 4 бөлімде 3x квадрат минус 7x минус 6. Дәл алдыңғы есеп сияқты алымындағы квадрат 3 мүшені және бөліміндегі квадрат 3 мүшені 0-ге теңестіре отырып, квадрат теңдеу түріне келтіреміз және түбірлерін табамыз. Алымындағы бізде квадрат 3 мүшені 0-ге теңестіріп түбірлерін тапқан кезде бірінші түбір 2-ке тең болды, екінші түбір минус 3-тен 2-ке тең болды. Олай болса, квадрат 3 мүшені көбейтке жіктеу әдісі бойынша 3x квадрат минус 4x минус 4 тең 3 көбейтілген жақшаның ішінде x қосу 3-тен 2, екінші жақшаның ішінде x минус 2 көбейтіндісін түрінде жазып аламыз. Бөліміндегі квадрат 3 мүшені 0-ге теңестіріп дискриминантын тапқан кезде олардың түбірлері бірінші түбір 3-ке және екінші түбір минус 3-тен 2-ке тең болды. Олай болса, тағы да көбейтке жіктеу әдісін қолдана отырып 3x квадрат минус 7x минус 6-ны былай көбейтін түрінде жазамыз. 3 көбейтілген жақшаның ішінде x қосу 3-тен 2, екінші жақшаның ішінде x минус 3 көбейтіндісі. Осыларды апарып функцияны орнына қоямыз. Сонда лимит x ұмтылады минус 3-тен 2-ке орнына жаздық. Осы жерден бізде x минус 2 мен алымдағы бөліміндегі x қосу 3-тен 2 мен бөлімдегі x қосу 3-тен 2 бізде
қысқарып кетеді. Орында қалды алдымда тұрған 3 және x минус 2-ні жақшаны ашып көбейтіп жібереміз. Сонда алымда 3x минус 6 қалады, бөлімінде 3x минус 9 қалады. Лимит x ұмтылады минус 3-тен 2-ге. Орнына 3-тен 2-ні мәнін қоямыз және есептейміз. 3 көбейту минус 3-тен 2 минус 6, бөлімінде 3 көбейту минус 3-тен 2 минус 9. Алымында 8 шықты, бөлімінде 11 шықты. Сонда 11-ден 8 деген бөлшек шығады екен. Жағдайында берілген функцияның шегін табамыз. Лимит x ұмтылады 4-ке, x-тан f тең. Бұл жерде функциямыздың орнына f от x функцияның орнына берілген функцияны жазамыз. Лимит x ұмтылады 4-ке, алымында турасында x минус 2, бөлімде x минус 4. Лимит x ұмтылады 4-ке, алымын түрлендірмей сол қалпында жазамыз. Турасында x минус 2-ні, бөліміндегі x минус 4 дегенді түрлендіруді орындаймыз. Оны екі көбейткіштің көбейтіндісі түрінде жазып аламыз. Бірінші жақшаның ішінде турасында x минус 2, екінші жақшаның ішінде турасында x қосу 2 түрінде жазып аламыз. Және алымындағы және бөліміндегі бірдей өрнекті қысқартамыз. Турасы x минус 2 мен бөліміндегі турасында x минус 2 қысқарады. Алымында орында 1 қалады, бөлімінде турасында x қосу 2 қалады. Лимит x ұмтылады 4-ке, 1 бөлінген турасында x қосу 2. Орнына 4-ті қойып есептейміз. Сонда 1 бөлінген турасында 4 қосу 2, 4-тен 2 шығады, 2-не қоссам 4 болады. Сонда 4-тен 1 деген сан шықты. Жағдайында лимит x ұмтылады минус 2, x-тан f функциясы тең лимит x ұмтылады минус 2. Функциямыз бізде бөлшек түрінде берілген 4x минус x куб. Бөлімінде x квадрат қосу 3x минус 2. Алымында бөлшектің бөлімінде түрлендірулерді орындаймыз. Алымында ортақ көбейтіш жақшаны сыртына шығаруды орындаймын. Сонда лимит x ұмтылады минус 2-ке, алымда x жақшаға ортақ көбейтіш ретінде шығарып жіберемін. Сонда жақшаның ішінде 4 минус x квадрат қалды. Бөлімінде x квадрат қосу 3x минус 2-ні квадрат 3 мөлшерін 0-ге теңестіре отырып, квадрат теңдеу түріне келтіремін және олардың түрлерін табамын. Түрлерін таба отырып, көбейтішке жіктейміз. Сонда 2 жақшаның ішінде x минус 2-ден 1, екінші жақшада x қосу 2 түріне келді. Лимит әрі қарай x ұмтылады минус 2-ке, алымын тағы да түрлендіреміз. x және 4 минус x квадратты қысқаша көбейту формуласы бойынша екі көбейтішке екі жақша ретінде жазып көбейтішке жіктейміз. Сонда 2 минус x, 2 қосу x болады. Бөлімінде 2 деген алдында тұрған бүтін сан жақшаның ішіне көбейтеміз. Сонда 2x минус 1 қалады, екінші жақшаның ішіне x қосу 2. Алымда 2 қосу x және бөлімде x қосу 2. Бұл екеуі бізде қысқарады. Сонда қалды лимит x ұмтылады минус 2-ке, алымында x жақшаның ішіне 2 минус x, бөлімде 2x минус 1. Орнына минус 2-ні қойып есептейміз. Минус 2. Жақшаның ішіне 2 минус x орнына минус 2. Жақша жабылған. Бөлімде 2 көрген минус 2 минус 1. Жақшаның ішінен бізде 4 шықты. 4-ті минус 2 көбейтсе минус 8 шығады. Бөлімінде 2 минус 2 көбейтсе минус 4, оған минус 1 қосса минус 5. Теріс сан бұл жерде оң сан береді. Сонда 5-тен 8 деген бөлшек шықты.